Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта біз саңырауқұлаққа қарсы дәрілердің екінші бөлімін жалғастыратын боламыз. Видео басталмай тұрып каналыма тіркеліп, қазақстан медициналық контентті қолдап кетіңіздер. Полигендер. Жалпы полигендердің әсер ету механизмі калий, магний сияқты микроэлементтердің өткізгіштігін тоқтату. Сол арқылы ол мембранаға әсер етеді. Мембрана жойылса, саңырауқұлақ өледі екен. Полигендер екіге бөлінеді. Амфотерицин В және нистатин деген препараттар жатады. Екі-ақ препараты бар. Енді амфотерицин В-ның әсер ету спектрі дрожж подобный саңырауқұлақтарға, кандидаға, дерматомицеттерге және аспергиллус саңырауқұлақтарын жойып тастайды екен. Ал нистатиннің әсер ету звеносы ол кандидаға ғана әсер етеді. Ал енді нистатиннің несін көрейік? Жалпы үш түрде шығарылады. Түрлерін көрейік. Біріншісі таблетка, екіншісі ректальды немесе вагинальды суппозиторий. Үшіншісі маз түрінде, жақпамай түрінде. Енді жалпы мына жақпамай маздарды біз микоздар кезінде қолданамыз, терілік микоздар кезінде қолданамыз. Ал ректальды, вагинальды суппозиторияларды ЖКТ-ның грибоктары кезінде немесе вагинальды грибок кезінде қолданады екенбіз. Осындай нелері бар, түрлері бар екен. Амфотерицин В және нистатин деген түрлері бар. Достар, амфотерицин В-ның полигендердің жалпы побочный эффектісі біраз көп. Неге? Өйткені олар адамдардағы холестеролмен де байланысы болады. Өйткені саңырауқұлақтың холестеролымен адамның холестеролы бірдей. Яғни ұқсайды, құрылымдары бірдей болғандықтан осындай побочный эффекттерді шақырады. Оның себебі холестеролмен байланысады. Қазір түсіндіріп беретін боламын. Холестеролмен байланысқаннан кейін ол бізді лихорадка шақырады. Лихорадка. Осы кезде біз оған қарсы профилактика ретінде НПВС-ті беріп отырамыз. Осы амфотерицин В-мен қосып, қазір препараттарды қосып береміз. НПВС. Қабынуға қарсы стероид емес препараттарды алдын ала беріп отырамыз. Сосын нефротоксикалық әсер бар. Нефротоксикалық әсер ол калий, натрий сияқты минералды элементтерді тежеп тастағаннан кейін болады. Өйткені олар бүйректе қайтадан реабсорбцияланады ғой. Ал именно амфотерицин осы ағзамыздағы грибокты жоямыз деп бүйрекке де кері әсерін тигізіп жібереді. Осы кезде біз алдын ала калий құямыз. Үшіншісі анемия. Өйткені осы амфотерицин эритропоетин деген белокты тежеп тастайды. Эритропоетин ол белоктың қызметі сүйектің қызыл кемігіне әсер ету арқылы эритроцитті түзуге қатысады. Ал амфотерицин осын тежеп тастайды. Сол үшін біз эритропоетин деген препаратты беріп отырамыз. Сондай мынандай препараттар бар. Эпоетин альфа, эпоетин бета деген препаратты беріп отырамыз. Осындай нелер шақырады екен. Побочный эффекттер: лихорадка, нефротоксикалық, анемия. Достар, қазіргі таңда азолдар деген препараттар жиі қолданатын препараттардың бірі. Азолдарды екіге бөліп қарастырамыз. Әсері бойынша жүйелік әсері бар және жергілікті әсері бар, местный әсері бар. Жүйелік әсері бар препараттарға кетоконазол, флюконазол, итероконазол. Жалпы азолдардың негізгі механизмі 14 альфа диметилазаны тежеп тастау. Сол арқылы ол эргостерол тежеп тастайды. Эргостерол тежелсе, жалпы жасушалық мембрана құриды. Жасушалық мембрана құрса, саңырауқұлақ өледі. Жалпы кетоконазол деген препарат гинекомастия шақырады. Сондай побочный эффектісі бар. Флюконазол ол центральная нервная системаға әсер етеді. Сол арқылы ұйқысыздық, бас ауыру, депрессия сияқты симптомдарды шақыра алады екен. Ал итероконазол застойная сердечная недостаточность шақырады. Осындай жүрек түйткілсіздігін шақыра алады екен. Енді жергілікті местный дәрілерге оған жатады клотримазол, бифаназол, миконазол деген препараттар жатады екен. Енді
олардың жалпы әсер ету спектрі дрожжподобный грибоктарға әсер етеді, кандида, сосын дерматомицеттерге, сосын кандида, грамм плюс коктарға да әсер етіп кетуі мүмкін. Гистоплазма, бластомицет сияқты саңырауқұлақтарға әсер етеді. Енді азолдарды бүкіл несіне әсер ете береді. Бүкіл саңырауқұлақтарға почти бәріне. Бұл көбіне азолдарды біз антибактериалды терапиядан кейін қолданамыз. Антибиотиктерден кейінгі осы жағымсыз әсерді болдырмас үшін. Өйткені антибиотиктердің барлығы саңырауқұлақтан алынған. Саңырауқұлақтан алынғандықтан олар адамдарға грибок шақырады. Сол үшін біз алдын ала қосып азолдарды антибиотиктер қосып береміз. Сол кезде біз көп нәрсенің көп побочный эффектісін алдын алады екенбіз. Енді бұлардың көп побочный действиялары нейротоксикалық әсер, нейротоксичность. Өйткені олар флюконазол центральная нервная системаға әсер етеді. Аллергиялық реакциялар, сосын гепатотоксикалық әсер, гинекомастия. Осындай әсерлері бар екен. Достар, келесі топ препараттары аллиламиндер, нафтифин және тербинафин деген препарат жатады. Бұлардың жалпы әсер ету механизмі скварен эпоксидаза деген ферментті тежеп ұстайды. Ол да жасушалық мембранаға әсер етеді екен. Олардың жалпы негізгі әсер ету спектрі кандида, дерматомицеттерге ғана әсер етеді. Кандида және дерматомицеттерге ғана әсер етеді. Олардың жалпы побочный эффектілері жалпы аллергиялық реакциялар, терге көп әсер етеді, аллергиялық реакциялар, сосын нейтропения, сосын АСТ, АЛТ сияқты ферменттердің деңгейі көтеріліп кетеді екен. Бұл биохимиялық анализде. Соның әсерінен ол бауыр жеткіліксіздігі симптомдарын беруі мүмкін. Осындай побочный эффектілері бар екен, достар. Келесі топ препараттары эхинокандиндер. Оларға жататын препараттар каспафунгин, микофунгин. Жалпы бұл препараттарда фунгин деген жалғау фунгистатикалық және фунгицидті деген әсері бар деген сөзді білдіреді. Яғни саңырауқұлақты өлтіреді және саңырауқұлақты көбейтпейді деген әсерлері бар. Негізгі әсер ету механизмі ингибитор бета-синтаза. Бета-синтаза ферментін тежеп ұстайды. Сол кезде бета-глюкагон түзілмейді екен. Енді олардың жалпы әсер ету спектрі кандида және аспергиллус. Кандида, аспергиллус. Бұл препараттардың ерекшелігі олар резервта. Саңырауқұлақ ағзадан кетпей қойса, басқа препараттарда резистенттік пайда болса, ең соңғы осы екі препаратта қолданады екенбіз. Жалпы енді бұлардың побочный действиялары лихорадка, флебит, АЛТ, АСТ сияқты ферменттердің көтеріліп кетуі. Осындай ерекшеліктер бар енді. Достар, назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған доктор Усабаев. Видео соңында мен сіздерге барлығын айттым. Жарайды, давайте жолығамыз бұйырса.